Құдайым екі жасты сай болуда. Бүгін міне отбасылық жай құруда. Ең әдемі жұбына осы тойдың ең әдемі тілектер айтылуда. Бәрі білет, Дәурен менің мінім болсын, қатты сыйлап бағалайым, сырым болсын. Бүгін міне қуаныш көз айым ғой, бүкпей айтқан тілегім ырым болсын. Дәуренжан, үйленіпсің қарашада, Құдайда құтты күні қарасама. Құлан деген мектептен келіп тұрмыз, осынау күмбірлеген тамашаға. Жалғанда тек қана жақсылық көр, жанұяңда көп болсын балашаға. Дәуренжан, белгілі ғой нарқын маған, текті туған жігіттен саңқылдаған, тектіден текті деген туат деген осы. Тура жолдан ешқашан тартынбаған, саралтындай ауылдың баласысың, батыр баба қылышындай жарқылдаған. Бақыт құсын бүгін міне қондырыпсың, ләйім биік болсын алтын бағын. Арайлап ата берсін далатыңа, бір алуа құбылаға қаратады. Осылай екі әулет құда болып, иншалла шежіресін таратады. Қазақта ырыс қонған шаңнық болсын, ағам менен әпкемнің балапаны. Ақсу, ошақ отын жағатын бол, аққудай қанатынды қағатын бол. Сырбаз, салбырба Дәурен деген жігіттің әр кезде айтқан тілін алатын бол. Дидардай текті туған көкеміздің қай кезде де көңілін табатын бол. Гүлзаттай иман тұнған анамызды 100 жасқа жеткенше бағатын бол. Ең бастысы Дәуреннің елігі бол, жалғанда таңдап сүйген серігі бол. Жақыннан айтып жатқан тілегі осы. Дәуреннің қалап өткен көрігі бол. Дәуренжан ел басқарған азамат бол. Ал Ақсұлу бақ қонған қызыл шаруаның келіні бол. Сендерді құрып жатқан ақ отаулармен құттықтай отырып, ақ отауларың сыйластық пен сүйіспеншіліктің ошағына айналсын. Көңіл сүйсініп көз тамсанатын жарасымды жұпқа айналыңдар. Дін Мұхаммед Қонаев атамыздың сөзімен айтқанда, олжалы жерде үлесті болыңдар, ордалы жерде орынды болыңдар, жоралы жерде жолды болыңдар. Өскен ортаның өнегелі жанына айналыңдар. Әр күндерің ерекше, әр күндерің бақытқа толы болсын. Тойға тоймас көңілмен келіп отырған баршаларыңызға той құтты болсын дегім келеді. Осы тойдан кейін сіздердің де жанұяларыңызда жан жадыры қуанышты хабар болсын. Үйлеріңізге отбасы бақыты мен берекесін берсін.